Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қазір замандағы даму деңгейі. Сабағымның мақсаты қазіргі таңда туризм саласы көптеген дамыған және дамушы елдердің экономикасына басыңқы рөлдері туралы мағлұмат беру. Қонақ үйлердің орналасуы, жұмыс уақытының қарай бөлінуі, қонақтардың келу кезіндегі ережелерді оқып үйрену. Қазіргі таңда туризм саласы көптеген дамыған және дамушы елдердің экономикасына басыңқы рөлін бірін атқарады. Себебі қонақ үй саласы туристік демалыс кезеңдегі баспана, тамақтану, жеке бас қауіпсіздігі, денсаулық сақтау сияқты бірінші кезектегі қажеттіліктерін толықтай қамтиды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2030 халқына жолдауында туризм саласының дамуы, тарихи-мәдени және табиғи қорларды игерумен қатар экономикалық шешімдерді қабылдауда басты бағыттардың бірі болып табылатынын анықтап көрсетті. Бүгінде Қазақстанда қонақ үй бизнесінің дамуына барлық жол ашылып, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп отыр. Қонақжайлық индустриясы екі топқа бөлінуге болатын фактордың әсерінен дамып келеді. Ол сыртқы және ішкі факторлар. Сыртқы факторлар қонақжайлық индустриясының қызметіне қатысы жоқ қоршаған болмыстың құраушылардың өзара іс-әрекетімен анықталады. Ішкі факторлар қонақжайлық индустриясы кәсіпорындардың қызметі мен ұйымның ерекшеліктерімен тікелей байланысты. Әсіресе қонақ үй бизнесі жаңа жұмыс жасау орындарын ашу мүмкіндігіне ие, мемлекет қазынасын толтыруда маңызды рөл атқара алатын көп функционалды сала екенін есте шығармаған жөн. Қонақ үй бизнесіне ерекше назар аударудың тағы да бір себебі шет мемлекеттер тарапынан инвесторлардың отандық туризмі дамытуға шақыра алу. Яғни бұл дегеніміз мемлекеттегі аймақты әртүрлі туристік фирмалар, қонақ үйлер, мейрамханалар шетелдік ірі компаниясымен серіктес болуына мүмкіндік ашылуы. Бұл жерде мен сіздерге ең атақты деңгей Алматы қаласындағы атақты деңгейдегі брендке айналған қонақ үйлер атап өттім. Hilton Garden Inns, Radisson Астана және Rixos деген ең атақты қонақ үйлер орналасқан. Осы қонақ үйлерде шетелдік әдістермен ұйымдастыру формалары пайдаланады және имиджі өте жоғары дәрежеде бағаланады. Қонақ үйлер, мейрамхана жолаушылардың уақытша тұруына арналған жай деп айтуға болады. Яғни қонақ үйлер әртүрлі болғанымен 5 жұлдызды, 3 жұлдызды деп бөлінеді. Бұл оның ұйымдастыру формасына, бағасына да байланысты. Қонақ үй критерийлер. Қонақ үйлердің орналасуы жұмыс уақытына және қонақтардың келу уақытына байланысты. Қонақ үйлердің орналасуы қалада орналасқан, яғни орталықта, шет маңайда, теңіз жағалауында, болмаса тауда орналасқан қонақ үйлері болады. Ондай үйлер 100, 150, 200, 250, 300 метрден есептеледі. Жұмыс уақытына қарай бөліну, яғни тәулік бойы жұмыс істеушілер 2 маусымдық жұмыс істеушілер немесе 1 маусымдық жұмыс істеушілер. Қонақтардың келу уақытына байланысты қонақ үйлер қалай бөлінеді? Яғни ұзақ мерзімге келу, қысқа мерзімге болып бөлінеді. Бұл келушілердің өздерінің критерийлеріне, яғни жағдайларына байланысты болып есептеледі.
Тамақтандыру инфрақұрылымының түрлері. Оған мейрамхана, дәмхана, кафетерий, асхана, буфет болып жатады. Мейрамхана қонақтарға түрлі тағамдарды, сусындарды, кондитерлік өнімдерді, сондай-ақ фирмалық және даярлану күрделі тағамдардың ауқымды мәзірін ұсынатын тамақтандыру мекемелері. Дәмхана. Дәмхана қонақтарға тағамдар мен сусындардың, сүт өнімдері мен кондитерлік өнімдерін және шектелген мәзірін ұсынатын тамақтандыру кәсіпорны. Кафетерий. Шай, кофе, какао, ыстық шоколад сияқты ыстық сусындарды, сүт және сүт өнімдерін, бутербродтармен дайындалу, жылдам кондитерлік және басқа жеңіл тағамдарды сатуға мамандырылған тамақтандыру кәсіпорны. Асхана көбіне курорттық қонақ үйлерінде орналасқан және табысы әртүрлі деңгейдегі адамдарды тамақтандыруды қамтамасыз ететін тамақтандыру кәсіпорны. Буфет. Буфет жартылай фабрикаттарды, ыстық және салқын сусындарды сатуға арналған тамақтандыру мекемелері. Бар, күшті алкоголь ішімдіктерін, әлсіз алкогольді және алкогольсіз сусындарды, оннан жасалған кондитерлік өнімдерді, сатып алынған тауарларды сататын тамақтандыру кәсіпорны. Қонақ үй мейрамхана кешенінде тамақтандыру қызметінің түрлері. Яғни бұл толық пансион, жартылай пансион, таңғы ас болып бөлінеді. Толық пансион, яғни 3 реттік тамақтану, таңғы ас, түскі және кешкі ас. Жартылай пансион, яғни 2 реттік тамақтану, таңғы ас, қосылған түскі ас немесе кешкі ас. Тек таңғы ас болып есептелген кезде бұл 1 реттік тамақтандыру болып есептеледі. Назарларыңызға көп рахмет.